Соған кіріп кетеді. Иә. Бұл кепілдер көмек емес. Вот осыған орай 1,5 жылдай ма гормон жасайды, сосын енді косметологтар жасайды. Жынысын ауыстырғанға шейін, мысалы, қыз болам десе, енді жасанды кеуде безін жасайды, және де мынау басқа жағын, фигура жағын енді силикон сонымен келтіріп, енді жыныс жағына келгенде енді ойлан дейді. Ол енді тағы да күрделі қаражат керек. Кейбіреулер сонымен тоқтайды. Енді барлығын ауыстыруға болады, ер адамды әйел адам қылуға барлығын жасауға болады. Бірақ мына дауысы өте қиын. Ол дауысты мына голосовой связка дейді. Ер адамдікі ерекше болып келеді. Былай айтқанда қыздардікі жеңішке болып шығады дауысы. Ең қиыны сол адамның дауысын өзгерту. Былай түрін бәрін келтіруге болады. Мына ер адамның әйелдің дауысын қылып шығару өте қиын. Қазақстанда көп пе аға негізі? Мен енді санын білмеймін, бірақ солай қылып жатқан қазір жастар бар. Енді өзіңіз білесіз, жақында емес, осы 1-2 жылда бір жағдай болды ғой. Бір жігіт қой, енді жігіт сол бір қылмыстық жасап қойған болу керек. Енді оны қайда жібереміз? Естіді. Түрі әйелдік, бірақ паспортта жаңағы не ер адам. Бірақ мен сізге айтайын, бұл транссексуал дейді ғой. Олардың паспортында ең бірінші ер адам деп жазылса, сол қалады. Ешкім де ауыстырмайды әйел деп паспортына. Мынау енді оның бәрін юристер айтатын болар, бірақ солай. Рахмет, бүгін енді уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге. Ұзақ ғұмыр тілейміз аға өзіңізге. Көп рахмет сізге. Бұл Желмая интернет жобасы, қымбатты оқырмандар, көрермендер, біздің арнаға жазуды ұмытпаңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрқашанда 24 сағат интернет сіздерде қосылу болсын. Бүгін бізде қонақта болған медицина ғылымдарының докторы профессор Жақсылық Досқалиев ағамыз. Тағы да ағамызға көп алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Рахмет.